Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің әңгімелерімді тыңдау үшін төмендегі подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Бүгін бізде жаңа әңгіме. Ұмсын сұлу. 1910 жылдың көктемі. Ауылдың досқа көп жаңа үй тіккен кезі. Нұртазаның үйіне ойдағы Сибаннан Мәшік, Ботпай және Торсанның Шерие кеп қонды. Олар алыстағы Сырымбет тауы деген жерге жолаушылап барады екен. Мен оларға түнде өлең айтып қызмет атқардым. Ертеңіне осы баланы біз ала кетсек қайтеді, деді Мәшік Нұртазаға. Өлеңді де әнді де жақсы айтады екен. Қонған жерімізде өлең айттырып отыруға ермекте болар. Және ән күйдің қонған еді. Атығай қарауыл деседі ғой. Со жаққа барып ән де үйреніп қайтар. Ертеңіне Нұртаза Сәбитке лұқсат етті. Сырымбетке сабар шегуге әзірленген жолаушылар екі тарандасқа бөлініп, әрқайсысына пар аттанып жекті де бір тарантасқа Таспай мен Мәлік отырды. Олардың божысын мен ұстадым. Екінші тарантасқа Ботпай мен Шере отырды. Олардың божысын Жоқып деген кісі ұстады. Біз жүріп кеттік. Жаман шұбардан шыға серіктерім аттарын тоқтатты да түстеніп қонатын жерлерін ақылдасты. Алғашқы қонатын үй туралы пікір екіге жарылды. Шереден өзгелері Жансалқалдың Жүсіпанікіне қонамыз десті. Шередің неге қашқалақтауын олармен түсінбейтін Оспақпен сөйлесіп біраз күліп алды да, менің серіктерім Жүсіптікіне екінші арбадағылар басқа ауылға қонатын боп кетті. Бөлінер алдында бері кеп кетші дегендей Шоқпыт маған көзін қысты. Оңашалаған маған сендер барып қонатын үйде жынды келіншек болу керек, деді Шоқпыт. Аты Ұмсын. Соған бір нәрсе беріп жіберсем апарасың ба? Мен жынды дегеннен қорқып апармаймын дегендей басымды шайқап ем. Ой оңбаған, деді Шоқып. Жынды дегенге сен оны байлауда жатқан біреу деп ойлама. Бос жүретін адам ол. 12 пәнді тәмам қылған молда қыз. Бір есептен қиялы боп кетіпті. Әйтпесе адамға залалы жоқ. Неге қиялы болған, дедім мен. Сол қызды біздің осы Шере алып қашқан, деді Шоқпыт. Бірақ қатыны билік бермей айырды. Қаңғырып қалған Ұмсынды жұрт Шередің інісі Бәкенге қосты. Одан бір қыз туды. Шереден алданған қыз санамен сарғаюдан жынды адамдай бетімен сөйлеп қиялы болып кетті. Торсан үйі оны төркініне қайтарғанда туған қыз Бәкен үйінде қалып қойды. Қазір 7-8 жасқа келді. Ол қыз аты Күләмай. Сол қыздың шешесіне берген сәлемдемесі бар еді. Ешкімге көрсетпей апарып бер, деді. Шоқпыт теріс қарай беріп қойын қалтасынан бүктелген қызыл жібек орамалды маған берді де, аналарға сездірме алғаныңды. Орамалдың ішінде түйілген алтын жүзік бар, жоғалтып алма, деді. Сол арада тарамданған жолдың оң жағына Шоқпыт түсті, сол жағына біз түстік. Бала Шоқпыт, екеуің не сөйлестіңдер деп сұрады Мәшік былай шыға. Түкте сөйлескен жоқпын деп қашқалақтап ем. Ұтқыр қу Мәшік менің жасырған сырымды айтқызып барып тыңды. Бәсе, деді ол, өзім де соған жорып едім. Менің қойныма салған орамалды алып көрсек, айнала жиегінде ақ жолағы бар шымқай қызыл жібек екен. Шетіне түйілген алтын жүзікті алып көрсек, жалпақ көзінде шешеме Күләмайдан деген жазу бар. Жетім бала сұңғыла келеді деген расау, деп қайран қалысты менің қасымдағылар. Қаршадай боп, қарашы, кімге құйдырды екен бұл жүзікті, кім жазып берді екен мынаны. Биыл сол үйге зергерлік құрып, базалай серкеш келді деген соған жасырған ғой, деді Таспай. Сол бала 7-8 жаста болу керек, деді Мәшік. Емшектегі күнінде айырылып еді шешесінен. Кемшілік көрді дейтін кедейдің қызы емес. Шешесі өгей болғанмен туғаннан кем күтіп отырған жоқ. Бұл қызға сен Ұмсыннан тудың деп кім айтты екен? Кім айтса ол айтсын, деді Таспай. Жұдырықтай боп шешенің не екенін білуін қарашы. Бұл қыз ба?
бұл қыз керемет қыз болады екен. Кескін кейпі ұмсынның аузынан түсіп қалған әттең мұрны ғана бәкенге тартып кершектеу келген, әйтпесе құйып қойған ұмсын, деді Мәшік. Орыс қазақты аралай жүре, деді Таспай. Әйелдің талай сұлуын көре жүре, мен ұмсындай сұлуды кездестірген емеспін. Дәл жұмақтың өзінен шығып, хор қызы келмеске бет біткен адам да бұндай сұлу адам болады деп мен ойламаймын. Рас, деді Мәшік. Ол екеуінің кеңесін таңдаймын деп аттарды мен жолдан шығарып жіберіппін. Бұл жөнде Таспай маған көзіңе қарамай немене былжырап отырғаның деп ұрысқалы келе жатыр еді. Ұрыспай-ақ қой, деді Мәшік. Бұның өзі сөзге үйір бала көрінеді. Ұға алса ұғып қалсын, сол ұмсынның кеңесін мен бұған айтып берейін. Қойшы, деп Таспай ұнатпап еді. Қойғаның не, деді Мәшік кейіп. Осындай баладан өскен жоқпыз ба бәріміз? Біз де мұндай кезімізде қызық кеңес айтқан кісілерді жақсы көретінбіз. Мәшік пен Таспай мені ортасына алды да божыны Таспай ұстады. Менің сақа бозбала боп қалған кезім, деп бастады Мәшік сөзін. Торсанның үйі ол кезде ірбіт жабады. Торсан үйі ірбіттен неше ұлау кездеме шай қант сияқты дүниені қодар балады да ауылдарды аралатып сатыратады. Ауыл арасындағы торсанның саудасын шере жүргізіп тұрады, деді Мәшік. Дағдылы қалпымен түкірігін ширата тіс арасынан ытқытып ап, со кезде шередің жас жағы пәркешігі менімен, екеуміз ел аралап кете барамыз. Сауда-саттықты жүргізетін менмін. Шередің серілік құрудан басқа да жұмысы жоқ. Қайда сұлу қыз келіншек болса, сауданы сылтау ғып, со жаққа барады да тілін алдыратын адамдарға ақша демей, мата демей төгіп беріп дегеніне жетеді. Сонымен, дейді Мәшік, тамағын қырнап ап, бір кезде Жан Сақалдың жұсыбында сұлу қыз бар деген хабар келіп қалды. Жұрттың айтуынша қазақ баласына ондай сұлу бітпеген. Бұл хабар құлағына шалынған. Шери, шыдасын ба? Екеуміз со жаққа кете бардық. Жан Сақал үйінің со кезде күпсіп те тұрған кезі болу керек, деді Таспай. Әрине, деді Мәшік, со кезде. Ол үйде 1000 жарымдай жылқы, 2-3 мыңдай қойы бар екен. Мал кімге бітпейді? Алалы жылқы, ақтылы қойды айдай алмай отырған талай байдың үйінде қонаққа сілкініп, саралық сырмағы жоғын көрдік қой. Жан Сақалдікі салтанатты екен. Жан Сақалда жалғыз-ақ бала бопты ғой, аты Жүсіп. Бір барған кезде Жүсіп елеулері есерген сары сақалды кісі екен. 1 жыл бұрын хажыға барып келген. Оның бір асыранды бір тума баласы бар екен. Асырандысының аты Қойбағар, тумасының аты Тілеміс. Тілемістің ол кезде бала кезі. Жүсіптің 4 үйі бар екен, деді Мәшік. Тағы да шырт түкіріп ап, өз үйі қонақ үйі. Қойбағардың отауы және қызығып тігіп қойған отау. Біздің қасымызда көк көз ыбыш барды. Ата жағынан ол Жүсіпқа ағайын. Қойшы, деп Таспай ұнатпап еді. Қойғаның не, деді Мәшік кейіп. Осындай баладан өскен жоқпыз ба бәріміз? Біз де мұндай кезімізде қызық кеңес айтқан кісілерді жақсы көретінбіз. Мәшік пен Таспай мені ортасына алды да божыны Таспай ұстады. Менің сақа бозбала боп қалған кезім, деп бастады Мәшік сөзін. Торсанның үйі ол кезде ірбіт жабады. Торсан үйі ірбіттен неше ұлау кездеме шай қант сияқты дүниені қодар балады да ауылдарды аралатып сатыратады. Ауыл арасындағы торсанның саудасын шере жүргізіп тұрады, деді Мәшік. Дағдылы қалпымен түкірігін ширата тіс арасынан ытқытып ап, со кезде шередің жас жағы пәркешігі менімен, екеуміз ел аралап кете барамыз. Сауда-саттықты жүргізетін менмін. Шередің серілік құрудан басқа да жұмысы жоқ. Қайда сұлу қыз келіншек болса, сауданы сылтау ғып, со жаққа барады да тілін алдыратын адамдарға ақша демей, мата демей төгіп беріп дегеніне жетеді. Сонымен, дейді Мәшік, тамағын қырнап ап, бір кезде Жан Сақалдың жұсыбында сұлу қыз бар деген хабар келіп қалды. Жұрттың айтуынша қазақ баласына ондай сұлу бітпеген.
Бұл хабар құлағына шалынған. Шерей, шыдасын ба, екеуміз со жаққа кете бардық. Жансақал үйінің со кезде күпсіп те тұрған кезі болу керек, деді Таспай. Әрине, деді Мәшік, со кезде. Ол үйде 1000 жарымдай жылқы, 2-3 мыңдай қойы бар екен. Мал кімге бітпейді? Алалы жылқы, ақтылы қойды айдай алмай отырған талай байдың үйінде қонаққа сілкініп, саралық сырмағы жоғын көрдік қой. Жансақалдікі салтанатты екен. Жансақалда жалғыз-ақ бала бопты ғой, аты Жүсіп. Бір барған кезде Жүсіп елулері есерген сары сақалды кісі екен. 1 жыл бұрын хажыға барып келген. Оның бір асыранды бір тума баласы бар екен. Асырандысының аты Қойбағар, тумасының аты Тілеміс. Тілемістің ол кезде бала кезі. Жүсіптің 4 ақ үйі бар екен, деді Мәшік. Тағы да шырт түкіріп ап, өз үйі қонақ үйі. Қойбағардың отауы және қызығып тігіп қойған отау. Біздің қасымызда көк көз Ыбыш барды. Ата жағынан ол Жүсіпқа ағайын. Солай ма екен, деді Таспай. Солай екен, деді Мәшік. Ыбыштың ол кезде жүзіктің көзінен өтетін жылпос шағы. Жүсіптің қонақ үйіне барып түскеннен кейін Ыбышты ұмсынға астыртын жіберді. Қыз маңайына жолатпапты. Сол арада жұмаға жақын айналып, қыздың мән-жайын сұрастырсақ, оған ақан сері ғашық екен. Жансақалдың үйінде Бұхарадан оқып келген бір хазірет бірнеше жыл тұрған. Жүсіп та алғаш ұл болмай, бар баласы жалғыз ұмсын болғандықтан хазіретке сабаққа беріпті. Қыз өте зерек боп, хазіреттің бар оқуын қағып апты, дейді. Өтірік расын кім білсін, хазіреттің өзі бұғызға енді менің оқытатыным жоқ дептіміз. Оны өзімізде көрдік қой, деді Таспай. Біздің арада Бахрам молдадан оқуы артық кісі жоқ дейміз ғой. Со кісі Торсан үйінде ұмсынға бір кездескеннен кейін біздің оқуымыз ширегіне де келмейді, Құранға қазақ тілінен кем түспейді дегенін құлағымызбен естідік. Оның оқымыстылығын еске түсірген себебім, деді Мәшік, ақан сері осы қызды іздеп кеп араб тілімен сөйлесіпті ғой. Қыз ақан серіден асып түсе беріпті. Содан кейін ақан сері ғашық болып хат арқылы өлең жібере бастапты. Есіңде қалғаны бар ма, деп сұрады Таспай. Талай заман өтті ғой, есімде жоқ. Ұзын сөздің қысқасы, ақан серіге қызда ғашық болады. Шерей екеуміз оқиғаның осы бір жеріне кеп келіккен екенбіз. Дәл бұл сөзді мен естіген жоқ едім, деді Таспай. Мен тек Шерейдің алып қашқанын ғана естіп едім. Қалай алып қашып жүр ол? Оның мәні былай, деді Мәшік. Қызға талай қимас адамдарын салып, ризашылық жауап ала алмадық. Не істеуге білмей сандалған кезде бізге біреу мұның айласын бір тапса, Есілбайдың Шаймердені табады. Ол әрі осы елді билеп тұрған адам, әрі Жансақалдың Жүсібінде өкпесі бар. Бір жәрдемдесе, сол жәрдемдеседі, деді. Шаймерденге талай көргенмін, деді Мәшік. Торсанмен көңілді де жақын болатын, және екеуі құрдасты. Шаймерденге барып жолығып ем, құшағын жая кетті. Бақыған мал бітті дегенмен Жүсіпте қанша күш бар еді, деді ол. Ондай жаман немеге жалынбау керек. Қыз риза емес деген сөз емес. Қызығы қызды алып қашу. Шереге сәлем айт, менімен астыртын байланысып тұрсын да, реті келген бір кезде жігітін әкеп басып алсын да кетсін. Сол алып қашудың ішінде мен де болдым ғой, деді Таспай. Осы күнге шейін обалсынам. Қыз, ағатайлар-ау, ризалығы жоқ кісіні қайда апарасыңдар, деп еңіреп тұрғанда аузын басып алдық та кеттік қой. Бейшара көндікпей ме деп ойлап едім, тез-ақ көндігіп кетті. Көндікпегенге амалы нешік, деді Мәшік. Әйтеуір құтылмасын білген соң жылайды да көне береді. Ұзаққа созылған Мәшік пен Таспайдың кеңесін қысқартып алайық. Ұмсынды Шерей алып қашуын қашқанмен тура үйіне алып бара алмайды. Оның әйелі Ақлима Торсанмен дәрежесі тең Нұрқан деген кісінің қызы болады. Шерейдің қыз алып келгенін естіген Ақлима қайнатасына баласын тыя ма, болмаса маған 4 күніме қайтуға рұқсат бере ме деп кісі салады. Бұл хабарды естіп Ақлиманың 4 күннен көп адам келеді. Жауға шыдай алмаған Торсан
боп ел боп шериге ұмсынды тастатады. Ұмсын қиын халде қалады. Төркіні безінген шериден айырылған ұмсын торсанның ауылында сандалып қалып қояды. Сол кезде жұрт оған сен шеридің інісі Бәкенге тей деген ұсыныс жасайды. Бәкен разыласады, екеуін ел сүймесе де қосады. Бірақ бұл қосылу ұзаққа созылмайды. Жоғарыда аталған Күләмай туғаннан кейін ұмсын шалықтанып есінен айырылады. Ертпеге едік, ерткен соң жат елге тырдай жалаңаш қалай апарамыз? Киіп барып қайтсын, шығармады бісіңді. Қанапиядан еріксіз алып берген киімдерді маған кигіздерде, қасымызда боласың ғой деген Таспай, бірақ бұл киімдерге не етікке дақ түсіретін болсаң, менен жақсылық таппа. Таспайдың бұл сөзін мен үнемі ести тұрып, киімімді баптап ұстап келе жатырмын. Далаға шықсам мені оятқан бала біздің 2 атты жүгендеп әкеп арбаға байлап қойған екен. Бұл бала кешеден бері мені айналдырыңқырап, сықақ қылысып келіп жүрген құлау бала көрінген. Сол қуылған ол әлі де кейбір сөзімен, дене қимылдарымен маған көрсетті де, ат суаратын көлдің жөнін сұрағанда, осы бетке тартса берсең, жарқыраған көл жатады деп жөн сілтеді. Бір атты жайдақ мініп, бір атты жетекке алып мен кете бардым. Бала сілтеген жөнде қырқыланып белсе тұратын. Сол белестен әрі қарай ассам, жарқыраған кешірек көл жатыр. Шоқырыңқылап келген қауынмен көлге түсіп кетпек боп ем, аттар жалтақтап жоламады. Семізден жарап келе жатқан аттарды еркіне қоймай қыл шылбарымен суаруға тартыңқырап қап ем, көлге түсе кетті. Көлдің шеті қорыстау батпақ сияқты көрінді маған. Оған мен қарамай аттарды тағы да ілгері айдай бастадым. Таяқтан қысылған сайын аттар тереңдеп бара берді. Аздан кейін аттар қимылдай алмасты халге жетті. Не істеу керек? Сазда тұра беруге болмайды. Аттың үстінен түстім де жаяу жетектелмек болдым. Енді өзім батып барам. Маған қиыны 2 етігім болды. Сазға кірген етіктер әлденеге тістеніп тұрып алды да қонышынан қолымен тартпай шықпайды. Сол азаппен ес кетті. Жан шықты дегенде жағаға жеттім-ау. Денемде де киімімде де сазға былғанбаған титықтай жер жоқ. Жанталасқан аттар да қабырғасынан жылжитып, сазды есіп отырған әрең дегенде жағаға шықты. Сол кезде маңағы қу бала да жайдақ атқа мініп шауып келді. Ой, мұрныңды деп ол мені боқтай келді. Мен сені көлге қарай сілтесем сорға кеп түсіп кеткенің не? Қылғаның қайта шыққансың, түбіне батып кетпей. Менің оның алдап жібергенін біліп тұрмын. Бірақ не істесең де оған әлім жетпейтін жақсы үлкен бала. Бала біраз күліп алды да мені мүсіркеген боп, саған обал болған екен деді. Мына қалпыңмен ауылға қалай барасың? Аттарды да жуу керек, киімдеріңді де жуу керек. Суы тұщы қайран көл бар. Жүр барайық соған. Бала шаба жөнелді, мен де артынан жөнелдім. Көл расында да қайран екен. Аттар суға қанғаннан кейін бала екеуміз тазартып жудық. Мен киімдерімді жудым. Мана сазға кірген етікті қонышынан тартып жүргенде 2 ұлтаны суырылып қалып қойыпты. Бұл арада бала мені аяудың орнына ұзыннан өші, қысқадан кегі бардай, оқасы жоқ, тірі болсаң етік табылмас деймісің деп мазақтап қорқылдайды да күледі. Ауылға барар беті жоқ, бармағанда қайда барасың? Не хал болмағанын жорамалағандай менің серіктерім де тыйшысызданып тұр екен. Біздің қарамымызды көрген соң олар қолын бұлғап шақырды. Ұялсам да келдім-ау. Олар мені аттан түсіріп, не болды деп сұрай бастады. Сонан қу бала тұрып, мынауың бір қара басып жүрген бала ғой өзі, деді серіктеріме. Көлдеп сорға түсіп кетіп, өзі де өле жаздапты. Аттарын да өлтіріп ала жаздады. Әрең шығарып, көлге апарып жуып қайттық. Не дейді? Деді Таспай. Ызғарланған кескінмен менің киімдерімді қарады да ұлтансыз 2 етікті көрді. Қап бүлдірген екенсің ғой деп Таспай мәні сабамақ болып еді. Мінсіз жұмсақ мәшік. Ұят болар, жат жерде баланы
бақыртып сабап жатқаның ештеме етпес, осы ауылда етікші бар шығар, табандатып алармыз деді. Арашаға түсе кетті. Таспай, қап, сен қырсық па, сен қырсық деп түсін суыта саусағын безеді де қойды. Кешегі орамал мен сақинаң бар ма? Деп сұрады менен Мәшік. Қарасам орамал орнында екен. Тек малшынудан бояуы шығып кеткен екен. Тек кептір, сөйтте апарып бер. Кешікпей жүреміз, өзі тілемістің отауында көрінеді, деді Мәшік. Маған ақ үйдің біреуін нұсқады. Етігімді ауылдағы етікшіге ұлтандатуға апарып бергеннен кейін манағы қылығыма бетімнен отым шыққандай мен сәскелік асқа барған жоқпын. Қонақтар мен үй иесі асқа отырған кезде мен тілемістің отауы деген үйге келдім. Ақ киізді, баулары әшекейленген өрнекті отау. Түріліп қойған киіз есіктен сығалап қарасам, отаудың іші тамаша жасау. Төрге жинаған әр түсті жібек көрпелер, көк барқытпен тастаған мамық жастықтар, теңдеп буған кілемдер, үйдің ішкі бауырларында басқұр таңғыштары да кілемдей өрнектеліп тоқылған. Он жақта үстінде ақ масахана құрған ақ никелді кроват, оның үстінде өрнектері ғажап жабу. Осы кроват пен төрдегі жүктің екі арасындағы кезеңдеу жерде менің көзіме қайран қаларлық ғажап көрініс шырай етті. Ар жағында көрерге сүйеніп, адамның бойынан биік айна тұр. Сол айнаның бер жағына шаш сияқтанған бірдеме түрегеліп тұрған адам бейнелі әлдененің төбесінен жерге төгіліп тұр. Ішінде әлденеме бүлкілдейді. Не нәрсе бұл? Адам дейін десем, бұндай ұзын және қалың шаш бола ма? Адам емес дейін десең, неге жанды мақұлықтай қимылдайды ол? Демімді іштен алып, қайран қап тұрғанымда ықтиярдан қара жөнелтіп қалдым. Сонда әлгі зат бері қарай бұрылды да жаңағы төгілген шаштың орта кезі қағайырыла берді. Қарасам әйел, екі қолымен шашын кейін қарай сілкілеп тастаған. Ол мені көрді де төгілген шашын иығына салып, басына жұқалау ақ шәліні жамыла қойды. Сөйтті де, келе ғой шырағым, деді маған. Қиссаны көп оқыған және ғашықтықтың қиссаларында талай сұлулардың сипатын кездестірген. Солардың ішінде перінің не хор қыздарының сұлу сипаттарын оқыған маған мынау әйелдің қасында олардың бәрі сұлу емес сияқтанды. Соның дөңгелене біткен әппақ жұп-жұқа бетіне, маңдайдан тура түскен тіпті қыр мұрнына, үлбіреген жұқа еріндері мен оймақтай аузына ұзындау біткен әппақ мойнына, тостағандай мөлдір қара көзіне, қайқая біткен ұзын қара кірпігіне, қиыла біткен қою қара қасына, кең маңдайына дене құрылысы да лайықтанып жаралған сияқты. Орта бойлы, кең кеуделі, тар мықынды, тіп-тік әдемі дене. Әйелдің сұлулығына есім шыққандықтан оның кім екенінде жұмысым болған жоқ. Күмістей сыңғырланған даусымен келе ғой шырағым деген соң үйге кірдім. Әйелдің маған бірінші сөзі, қақан ауылының баласысың ба? Иә, дедім. Әйел кроватының алдында отырды да қасымда кімдер барын қысқаша сұрап ап, қақан үйінде болғаның бар ма деді. Болдым, дедім мен. Онда Күләмай деген қызды білемісің деп сұрады әйел. Білмегенімді білемін дей алмадым мен. Сол арада орамал мен жүзік есіме түсіп, қалтамнан суырдым да қолына ұстата бердім. Бұл не деп сұрады әйел. Күләмайдың сәлемдемесі, дедім мен. Әйел орамалды сабырмен ғана алды да әппақ ұзын нәзік саусақтарын майыстыра жүзік ораған түйінді шешті. Сөйтті де жүзік пен орамалға қарап отырып, ол қыз бұл орамалды жылап берді ме деп сұрады менен. Мен жауап бере қоймап ем. Үйпаланыпты ғой мынау орамал, су болған орамал ғой, деді. Әлгінде кезде су боп далада кептіріліп алғанымды айтқан жоқпын. Сонан кейін үнсіз тұнжырай қалған әйелдің кескіні жел үрлеген судың бетіндей қимылдай бастады. Жылағысы келіп қалғанын көріп тұрмын. Ойымда ұмсын осы деп жорып тұрмын.
ұмсынның нақ қасында күрси ағашқа бетін ашып салып қойған сарғылт қағазды құран тұрған. Ар жағында жақтаулары ойылған, сүйектермен әшекейленген шкаф, оның ішінде қырынан қаланған жуан-жуан кітаптар. Бұндай жуан кітаптарды менің өміріме бірнеше рет көруім, түсі құбылып кеткен ұмсын жанында тұрған толқынды басуға себеп болар ма деген адамдай дірілдеген қолдарымен қасындағы құранды ала берді де көтере алмағандай орнына қайта қойды. Содан кейін қызынан келген қызыл жібек орамалмен бетін баса қойды да ала өксіді кеп бүкіл денесімен жылағандай оның тұла бойы қалшылдап кетті. Мен қайран қап қасында түрегеліп тұрмын. Сөйтіп тұрғанымда өксіп жылаған әйел күліп қоя беріп, маған аса қорқынышты кескінмен тесірейе қарап қойды. Елді менің алдымда манағы жұмақтан келді ме деп жорыған хордың қызы емес, сипатынан жан түршігерлік албасты елестеп кетті. Мен тұра қаштым, әйел мені тұра қуды. Сасқалақтап есіктен шыға алмай жүргенде әйелдің қолына түсіп қалар ма ем? Қайтер ем егер жаулықты жас әйел сол сәтте есіктен кіріп келмесе? Әйел жындыны құшақтай алды да, қалқамай не боп қалды, деді. Мен есіктен зып етіп аға жөнелдім. Артынан білсем, ұмсын сұлу осы әйел екен. Достар, әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жаңа әңгімелерді тыңдау үшін төмендегі подписаться бөліміне өтіп, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет.